Ассаламу алейкум. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жәнібек. Бүгін сіздерге бір жақсы жаттығу көрсетейін деп едім. Яғни белге арналған кез келген адам жасаса болады. Өте оңай және эффектісі өте жақсы. Яғни бел жаттығу. Кез келген нәрсе бар. Яғни үстел, биік немесе степ, және спорт залдарда болады. Белге арналған үстел. Бізде осындай енді құрылғы пайдаланамыз, үстел сияқты. Оған біз мына іш тұсымен жатамыз бетімен. Осылай жатамыз да аяғымызды көтереміз. Түсіргенде ақырын түсіреміз. Осылай күнде жасап жүрсеңіздер, яғни кез келген уақытта істеуге болады. Ең азы 6-аудан бастау керек, 6 рет. 6 рет бір аптадан кейін 7 рет, сөйтіп 8 рет, сөйтіп 15-20-ға дейін көтеруге болады. Бұл белді, яғни бел бұлшық еттерін және де сан бұлшық еттерін өте қатайтады. Қазіргі таңда көбінесе жұмыстардың көбісі отырыңқы күйде болып кетті, яғни отырыңқы қалып дейді. Яғни офистік жұмыстар және де жүргізушілер бәрі отырған күйде жұмыс жасайды. Көбінесе тәуліктің өте көп бөлігін отырған күйде өткізеді. Сол себепті негізгі үлкен бұлшық еттер яғни қимылдамайды, жұмыс жасамайды десек болады. Отырған күйде адамның сан бұлшық еттері, құйрық бұлшық еттері және бел бұлшық еттері босап кетеді. Сол босаған себепті салмақтар кіші бұлшық етке түседі. Яғни адам кейін жүрген кезде үлкен бұлшық еттерін босап кеткеннен кейін қимыл кезінде салмақ кіші бұлшық еттерге түседі. Бұлар өз кезегінде тамырларды, жүйке жүйелерін қысып тастайды. Содан адамның белі ауырады, сандар ауырады, тағы да басқа жерлер ауыруы мүмкін. Сондықтан осы қимылдың орнын, энергияның орнын толтыру керек болады, жұмсау керек болады. Сол себепті осы жаттығулар, белге арналған жаттығулар, бұл тек белге емес, белге және құйрыққа және сан бұлшық еттеріне салмақ түседі. Сөйтіп бұл негізгі ірі бұлшық еттерді қатайттырады. Бұның бәрі зерттелген. Мен өзім дәрігер емеспін, бірақ оқып, зерттеп, қарап, менің де кезінде белім ауырды. Содан қарап осы жаттығуды қазір әрдайым істейтін болдық. Яғни өте жақсы, пайдалы жаттығу. Жалпы жаттығулар түрі көп, бірақ ең жақсысы осы түрі, яғни ішіміз бен төсімізді жатқызып үстелге, аяғымызды көтереміз және ақырын түсіреміз. Түсірген кезде ұстап ақырын түсірген кезде күш саламыз. Сол кезде белге сан бұлшық еттеріне күш түседі де, солар жұмыс жасайды. Яғни сөйтіп бұлшық еттерімізді қалпына келтіреміз. Осылай ақырын. Мына жаттығу тағы басқа түрі, яғни бұл тіземізді бөгіп арқылы тобықты жоғары қарай көтеру арқылы жасаймыз. Бұл да пайдалы жаттығулардың бір түрі және оңай. Ең бастысы көп жасамау. Әуелі 6 қайталаудан бастау керек. 6 қайталау, сосын 1-2 минут демалып, қайтып 6 қайталау. Одан кейін бір түрі, яғни қайшылап көтеру, аяқты алмай кезек көтеру. Немесе көтеріп тұрып, осылай қайшылап түсіру. Қайшылау дейді, қайшылау жаттығуы. Ол да пайдалы. Ең бастысы асықпай істеу керек. Салмақ түсірмей асықпай істеу керек. Сол кезде эффектісі өте жақсы болады. Және көтеріп ұстап тұру.
Бұл да белге жақсы салмақ түсіреді. Мен өзіме осындай кішкентай шағын қылып үстел сияқты қылып жасап алған. Яғни басқа да жұмыс атқара беруге болады. Аулада тұрады, кез келген жерге қойып қоясың. Кіріп шығып, осыған келіп шынықтырамын. Яғни белге шынықтыру жаттығуларын жасаймын. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басамыз, пікір қалдырамыз, жақындарымызбен бөлісеміз. Және осы жаттығу арқылы белдерімізді қатайтып, ауруларымызды емдейміз.